Енді өңірдегі студенттер өз өнімдерін сата алады. Яғни жас маман жобасы аясында жамбылдық жастар өз қолымен дайындаған дүниелерін сауда сөрелеріне шығарады. Техникалық және кәсіптік білім беру заңына енген түзетулер осындай мүмкіндік беріп отыр. Мәселен, Тараз сервис және технология колледжінің студенттерін айталық. Олар күніне 100 келі тағам мен 50 келі кондитерлік өнімдер дайындайды. Жасаған жартылай фабрикаттары арқылы жергілікті нарықты да арзан әрі сапалы өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Мақсаты біріншіден жастарды кәсіпке баулу, жастарды кәсіпке баулай отырып өздерінің мамандығының шын маманы болып дайындау. Екіншіден колледждің өзінің басқа да ақыл қызметін көрсету. Бұл жастар өз өнімдерін өндіре отырып, оны сатуға, шығаруға, болашақта кәсіпкер болуына үлкен жол болады деп ойлаймыз. Бұл жерде дайын кондитерлік өнімнің 10 түрі және де жартылай дайындалған фабрикаттардың 6 түрі дайындалып сатылымға шықты. Аталған колледж Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесіп, өздерінде дайындалған кондитерлік өнімдерін қаладағы әлеуметтік дүкендерге сатылымға қойған. Енді тұрғындар тарапынан сұраныс артатын болса, онда тауарлар өзге де сауда орындарының сөрелерінде тұратын болады дейді мамандар. Енді біз СПК-да 15 павильон бар. Бүгін бірінші күн продукциямызды қойдық. Енді осы 14 басқа павильонға тоже бірлесіп осындай продукцияны бәрін шығарамыз, қоямыз. Енді бұл бірінші колледж, осы жұмысты бірінші рет біз жүргізіп жатырмыз. Енді мен ойлаймын, будущем бәрі біз басқа колледждермен осылай тура жұмыс істейміз. Айта кетсек, ұн өнімдерін шығарумен колледждің арнайы мамандары мен жоғары курс студенттері айналысуда. Білім ордасындағы мамандардың сөзінше, бағыты дұрыс бұл бастама жастарды еңбекке баулып табыс табуға үйретеді. Ал оқу ошағын заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету үшін республикалық қазынадан 332 миллион қаржы қарастырылған. Ұлдана Жұбай, Нұрлан Оспанәлі, Жамбыл Дандабаев, Тараз 24.